Қалай жеттің? Шүкір. Пойыз Жоқ, балалармен жеттім. По идее, пойызға билет алдым. Аха. Біраз теңге жинадым, подкастқа келем дедім. Короче, сенімен договориться еттім. Все, Алматыға жолға шығамын деп сторис салдым. И балалар сонда билетіңді өткіз, кеттік машинаға барамыз, жолда тоқтаймыз, анау мынау. Все, жолдан тоқтап, Қапшағайда бір түсіп, бір видео түсіріп алып, қызығырақ болады дейсің. Иә. Бәсе анау сен Қапшағайдың казинолардың фонында түстің, сол кезде. Бәсе мен сөйтіп ойладым, по дороге түскен шығар деп. Сол сразу идеялар дуг-дуг-дуг жол бойы контент түсіріп, короче. И андай ғой, бәрі өз амалымен ғой, короче. Өз орнымен, Вселенная, короче, подстраивается, чтобы бәрі өз орнымен тақ грамотно келе жатыр ғой. Алланың қалауымен дейсің. Сұлтан, қош келдің, брат. Алматыға қош келдің, студияға қош келдің, жаңа студияға. Қалай біздің атмосфера, студия қалай? Мощный, брат. Андай ғой, мен 2020-да көрістік па екен соңғы рет? 2020-да көрістік соңғы рет. И қазір сол күрімен қазір салыстырғанда прям видно, брат, что мощный келе жатсың. Рахмет. Қуаныштымын. Сенің де өмірдегі өзгерістеріңе қуаныштымын. Бүгінгі тақырыбымыз енді лудомания ғой. Лудомания тақырып өте тереңдетіп ашуға тырысамыз бірігіп. Ойлап подкастының бүгінгі кезекті эпизоды, бүгінгі біздің қонақта бұрында Ашқазақта бірге жұмыс жасағанбыз, рэп оққанбыз, музыкамен айналысқанбыз. Сосын Өскеменнің жігіті бұрында сосын бізде совмескалар болды. Жай ғана рэп деген сол совмескамен де әйтеуір екеуміз сол всегда сол менің есімде. Енді көп өлеңдер жаздық қой біз недеші Ашқазақта. АБ тестингпен ұра беретінбіз. Жай ғана рэп бұл, жай ғана рэп, жай ғана бит бұл, жай ғана трек. Әуе жүректе өлеңіміз біріккен, қазағым арналған шығыс пен оңтүстіктен өмір. Биг формат тобы, сен биг формат тобында болдың. Биг формат тобының мүшесі. Шығыстан оңтүстікке біздің жалынды сәлем. Бұл жерді хаттап шығыс шаһардан келген бауырларға құрмет. Әрқашан дастархандан арамыз алыс болса да біз сендерді ұмытпаймыз. Бұнда Ашқазақ пен биг форматтың коллабы болған, егер естеріңізде болса. Сұлтан, Суля. Қош келдің, брат. Қош көрдік, родной. Бүгінгі енді тақырыбымыз өте серьезный тақырып, тәуелділік тақырыбы. Қазіргі Суля қандай? Қазіргі Суля неудобный ғой. Неудобный. Кімге неудобный? Айналама. То есть, андай жоқта қазіргі заманға сай, дей беру, елдің бәріне жақсы болу, айту, анау мен туралы жаман ойлап қалады, түсінбей қалады, бүйтеді, сөйтеді. Бұрынғыдай жоқ қой. Бұрын мен өз жұмысын бәрін тастап жүгіріп, біреуге көмектесуге дайын болатын. Ертең жоқ деп қалсам, ренжіп қалады, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады деген. Қазір ондай жоқ, брат. Спасатель болдың ғой, Қазір спокойно, то есть в этом плане, как говорится, результат на лицо, родной. Напряжение жоқ. Лудомания адамды қалай құртады, брат? В первую очередь іштей ғой, брат. Адам, короче, өзім туралы айтайын, мен ойнап бастаған кезде мен иллюзиямен өмір сүре бастадым. Любой игроман жесткий иллюзиялар өмір сүреді, жатып алып, ұйықтардың алдында осынша миллион болса, осыншасында құртам, анда құртам деп, короче, сол түннің бір 5-6 сағаты сонымен өтуі мүмкін оймен. То есть чисто иллюзиямен өмір сүреді, ешкімді естімейді. Болды, ол өз-өзін қоршап тастайды, короче, стенамен. Болды ғой, әке-шешесі, достары, әйел, бала-шағасы ешкімді көрмейді, естімейді. Болды ғой, көзіне роп-розу әшке киіп алады, басады алды. Мысалға, миллионды мен былай саламын, содан мен миллион шығарамын деген сондай жоспарлар болады ғой, енді иллюзиялық жоспарлар. Вот соны қайда құртамын деп ойлаушы едің, мысалға, сол кезде? Мен әртүрлі моменттер. Короче, мен өзім заданиялар жазып, өзім іште ақтара, мен андай планка қойып алғым ғой, свое время машина алам деп, короче. Машина алам деп планка қойып алғым да, сол машинаға көтеремін деп, сондай ғой. И өз-өзін соны уже қарызға батып, проблемаларға батқан кезде өз-өзімді уже алдай бастадым. Бір күш көтеріп, машина алам, соң кейін ойнамаймын деп. Басқа адамдар, то есть каждый өзінде сондай уже дноға түскенде,
сондай уже задача қояды да алдына. Осы қарыздарды қайтарамын, содан кейін ойнамаймын. Мына кредит жабылсын ойнамаймын, мына микрокредиттер жабылсын ойнамаймын, там мен машина алам болды ойнамаймын, и все, сол задачаға тырысады ғой, бірақ оған жетпейді, никак жете алмайды. Бірақ ол болмайды дейсің. Иә, ол болмайды. Ал сол бір миссия ғой, короче, соған жетемін деген, сонымен өмір сүреді ғой. Сонымен 13 жыл өмір сүрдім ғой, 13 жыл дейсің бе? Мәссаған. Вообще қалай келдің вообще лудоманияға? Қалай қызығып келдің мысалға? Или бұрыннан азартный ма едің? Өзің білетіндей мен бала кезден азартный в том плане, что мектепте бірінші болу керекпін, класста бірінші болу керекпін, дворда бірінші болу керекпін, тренировкада бірінші болу керекпін, рэп бастадық па қазақша, біз де сол жерде бірінші болу керек болғанбыз, иә, сондай мақсаттарға жетіп отырдық қой, по сути, өскеменде бірінші болдық дегендей. Все там Ашқазақтың концертін, короче, өскеменде біз жасаймыз дедік, біз бірінші болдық, короче, и бәрі структурада бірінші болдық, универға түстім, бірінші болу керекпін, там видеолар түсіріп, әйтіп бүйтіп, ешкім жасамаған нәрселер, и сондай ғой, постоянно дың. Ашқазақ келген Сармаханмен де жарысып жүрдім ғой, по идее, видео түсіріп, бірінші боламын, осылай түсіремін, бүйтемін. И все, и екінші курста Алматыда, короче, дос балаларға звондаймын, үйлеріне барам. Олар үйлерінің астында букмекерский контора бар, сонда отырады ғой. Сонда кірем, оларды алып кетемін, короче, и вообще внимание аудармаймын. Аларға айтамын, қуасыңдар ма, анау, короче. Все, потом біраз уақыт өтеді, бір-екі аптадан солардың үйіне тағы келе жатамын да, короче, и что-то қарым ашып кетеді, қалтамда 500 теңге жатады, креміне 500 теңге қоямын да, 1000 бір нәрсе теңге ұтамын, короче. Бір шаурманың бағасы ғой. Сол шаурманы жеймін де, короче, и сол кезде ғой, первый вкус победы ғой. Сол 500 теңгені ұтып, и бастаймын ғой, ақырын. Сол кездегі эмоционалды күйің қандай болды, халің? Ең бірінші. Андай идея болды ғой. Мен, короче, нашел источник дохода. Смело, легкого дохода. Спокойно, я вообще қиналмайсың, короче. Мана системамен контроль ұстап отырсам, первый идея менде контроль бар деп ойлаймын ғой. Контроль болса, значит, мен там тез уақытта миллионер болып кетемін, и спокойно өмір сүре беремін. Бірінші контрольді қашан жоғалтып алдың? 2013-те ғой, 14-тің басында жоғалттым. Когда ол кезде iPhone 4S бірталай телефон болды, қазір 16 сияқты ғой, по идее. Соны ломбардқа салдым, өзім фотоаппаратым ломбардқа салдым, и кетті ғой, басталды ғой. Сол кезде ғой, уже контроль жоқ қой, короче. Бұл жаңағы ақшаның артынан қуу ма, ақшаға тәуелділік па, әлде эмоцияға тәуелділік па? Басында ол ақшаның артынан қуу. Ақшаның артынан қуу определенный период, а потом ол уже любой зависимый адам, неважно, неме употреблять етеді, ойын, там, ішімдік, наркотик болсын, ол бір андай кондицияға жетеді, когда ол мен ойнай алмаймын да, и ойнасам да, короче, былай қысқаша айтқанда, короче, и не употреблять не могу, и употреблять не могу, короче. Не туда, не сюда. Иә, то есть не былай бола алмайды. Ол по-любому, и мен уже басқа сезім чувствовать етпеймін, сезім, мен отношения құрған жоқпын бәленбай жыл бойы. Біреу қайтыс болып жатса, біреу туып жатса, біреу үйленіп жатса, ешқандай эмоция жоқ. Мен эмоцияны чисто сол ойыннан алам. И уже без разницы маған, мен жеңдім ба, ұтылдым ба. Екеуінде де сол бір эмоция алам ғой. Ішімде бір, өзімді бір тірі сезінем, болды. Былай қуаныш болсын, қайғы болсын, вообще без разницы. Ноль дейсің. Ноль вообще. Сезім жоқ. Жоқ. Айтады ғой, зависимость ол болезнь замороженных чувств. То есть адам сезімді вообще қояды ғой, ұмытады ғой, не екен, сезім не екен ұмытады ғой. И уақыт келе мне қазір, бір жылдан асты, мен қазір әртүрлі нәрсе сезінем де, и маған кейбір чувстволар андай ғой, жаңа ғой, что-то опасаться етіп. Хотя ол нормально, спокойный адам, ол күнде сезініп жүрген сезімдер. Мен үшін ол кішкене бір новый ғой, жаңа бір нәрсе ғой. Зависимость кезінде сен үшін ең маңызды нәрсе не болды сонда? Сол эмоцияға қайта сен тәуелді болдың ба? Жаңағы. Короче, мен түсіндім, брат. Давай деп. Басында бір 3-4 жыл эмоция болды. Бір 2 жыл ақша болды. Соң бір 4-6 жылдар ол уже эмоция болды, а потом уже принцип болды ғой. Мен сендерге, короче, докажу. Мен сендерге көрсетем, что мен игроман емеспін. Көтерем, жағдайым жөндеп алам, қарыздарын бәрін жабам. Былай қарасаң, қалай адам өз-өзін алдайды. Міне, например, мен ниетім. Мен ақша көтерсем, мамка көмектесем, бауырыма көмектесем, өзім жағдайын жөндеймін.
по идее ниет жақсы ғой, ниет дұрыс, бірақ ол ниетке жетер жол жаман болып тұр да. И адам сөйтіп өз-өзін алдайды. Көп ондай балалар алданып жүрген. Өз-өздерін ойнап, қанша бала жазады, күніне бір 4-5 бала жазады. Жаңа мен осы жаққа студияға келе жатып бір баламен сөйлестім, дос боласы ойнап жүрген, қалай тоқтатарын білмейді, көмектесіп баратқан деп. Сен олармен кәдімгідей тоже өзіңнің жаңа тәжірибеңдегі кеңестерді айтасың ба, бөлісесің олармен? Вообще программа бар, 12 шагов деген программа бар, көп адам қолданады, любой зависимый жоқ адамдарды қолданады, оны әртүрлі нәрсе қолдануға болады. И сол жерде бар негласный правила бар ғой. Мен өз опытыммен ғана келісемін. Өзім өткен жолды ғана айта аламын, өзім қолданатын ключтарды ғана айтамын. Там біреудікін айтпаймын. Вот, например, там Мади осылай істеп жүр екен, сен істеп көр деп. Мен айта алмаймын, өйткені мен білмеймін ол. Рас па, жоқ па. Өзім қолданып жүрген нәрселерді айта аламын. Сен ол этаптан өтпедің ғой өзің. Иә. Сондықтан өзіңнің этабыңнан, өзіңнің тәжірибеңнен өткенді ғана бөлісесің. Айта аламын, өзім өткен жолы ғана айта аламын, басқа ешқайда бір ауадан алып айта алмаймын. Жақсы. Қазір сенде қандай мақсат? Мысалы, сен қазір қойдың ғой уже. Қанша уақыт болды қойғалы бері? Бір жылдан асты, бір жыл, бір ай ма, 2 ай ма солай болды. Қойғаныңа ма? Артқа қарай тартпай ма? Жоқ, брат. Оған саған не көмектесті, мысалы, саған қоюға, осознанияға келуге, осы қазіргі түсінікке келуге не көмектесті? Рехаб па әлде? Рехаб, короче, 50% жұмысын істеді ғой. По идее, былай қарасаң. Ең бастысы, сол мен рехабқа келген кезде маған бір-ақ сұрақ қойды ғой. Өз-өзіңе шын жауап берші деді ғой, короче. Бізге жауап бермей қой, өз-өзіңе шын жауап бер. Адам өз-өзіне шын жауап бергенде, мен қазір кіммін? Мен қайдамын, мен не істеп отырмын? Шын сол сұраққа жауап берсе, сол кезде оны мойындау қиын ғой. Мойындаған келмейді ғой, что мен натуре мен там уже 32 жасқа келіп түгім жоқ, анауым жоқ, короче, мен вообще менімен ешкім араласқысы келмейді, анауымды мойындау эгоң жібермейді ғой, короче. Сол мойындау процесі қаншалықты созылды уақытпен? Или тез болды ма, әлде? Менде ол тез болды, өйткені мен өзім көмек іздеп бардым. Мен 2024-тің сентябрінде Өскеменде ана Ульбама бар ғой біздегі. Сол мосын үстіне кетіп бара жатып түнде, короче, қарыз особо жоқ, қалтамда ақша бар. Түнгі бір бүйтіп телефонды ақтарып біреумен сөйлескім келеді, сөйлесетін адам жоқ қой. Вообще пустота. И вот сол кезде мен түсінемін, что мен жалғыз қалдым. Просто вообще жалғызбын. И соңғы рет там отырып мамамен былай шынайы сөйлескен есімде жоқ, бауырыма көңіл бөлген есімде жоқ, короче. И мен тиктокқа кіремін де іздеймін ғой, лудомания қалай емделеді, и естимін рехаб. Соны өзім звондап сұраймын, көмек сұраймын. Бір-екі рехабқа звондаймын, олар сразу ақша туралы айтады. 3 ай төлесең 4 ай тегін, ана маркетинг пихать. Мен айтамын, мынаған мен ұлдамамын, менде қайдағы ақша? Мен просто маған айтшы, ол емделе ме жоқ па? Болды. И сол өзім барған рехабқа бір хабарластым, чистый путь деген хабарластым, ол жерде просто менімен сөйлесті. Мен тыңдады да, бірінші рет адам тыңдады да, и осуждение 0 ғой. Өйткені ол жердегі консультанттар өздері бұрын зависимый болған ғой. Бірақ олар 10 жыл, 12 жыл, короче, түкті употреблять етпейді, тазалықта жүргендер. Тыңдайды, и олар өздерінің историясын айтады, и идентификация етеді. Ең басты сол идентификация ғой, что аха, мен жалғыз емеспін. Өйткені любой адам проблемаға келгенде бірінші ой, неге менде ғанық солай? Сондай ой келеді. Бәрінде бәрі нормально ғой, менде неге проблема ғанақ? Менде, по идее, ол бәрінде бар ол проблема. Просто бәрі айта бермейді. Бәрі ішінде сақтап алған, сонымен кетеді ғой. Сол өзім көмек іздей бастағаннан кейін, өзім түсінгеннен кейін, менде кішкене жеңіл болды да ол процестер. Ал былай отрицанияда жүрген адамдар 3 ай, 4 айлап уақыт кетеді. Что өз-өзіне шын жауап беру үшін, что менде проблема бар деген. Сондай рехабта жүрген адамдар бар дейсің ғой. Бар. Оған брат, жаңағы мойындауға бетпе-бет әлі жүздеспеген, келмеген адамдар. Сол 3 ай, 4 ай жүреді дейсің ғой. 3 ай среднем, иә. Жаңағы отрицание дейді ғой, бірінші этап. Сода жүреді дейсің ғой, кәдімгідей. Ол кәдімгі 3 ай бойы, 4 ай бойы маска киіп жүре береді ғой. Күліп, ойнап, менде бәрі жақсы. Заданияларын жазады, іштегісін шығармайды, бетіндегі жазады андай. И оны уже білесің ғой. Ол зависим адамдар гиперчувствительный болады. Бір вообще адаммен сөйлескен кезде, былай істеген кезде, короче. И все, шын жазсашы. Мен шын жаздым. Жарайды, өзің біл, өзің өмірің, по идее. Әке-шешең ақша төлеп отыр.
сен просто отырсың да сол ақшасын құр кетіріп отырсың ғой по идее. Иә. То есть мен өзіме бір мынандай сұрақ қойдым да, мен ойнап жүрген кезде айына там қораға кіріп мамам көмектесіп 300-400 мыңдап ақша төлеп жүрді, көмектесіп, иә, и мен қазір мұнда келіп алып айына там 250 мың төлейді, и мен жай бүйтіп отырсам, какая разница, мен анда ойнап сол ақша кетіріп отырмын, мұнда да құр кетіп жатыр да ол ақша. И сол кезде өзгерістер басталды ғой. И ең басты өзгеріс бір ситуация айтайын, ол жерде звонок жоқ, Ешкім сөйлеспейсің, телефондарды алып тастайды. телефон жоқ, телефон түк жоқ, ол жерде вообще сеть жоқ по идее, таудың арасында ғой, сеть жоқ, спутник интернет бар, ол жерде бір телефон бар консультантта, сол и бір 3 ай бола ма 2 ай бола ма, короче, мен шақырады кешке, и WhatsAppпен мама аудиосын тыңдатады. Короче, олар қарайды да, состояние жақсы болса, бір арасында біреу сөйлесуге болады, Возможность, мүмкіндік береді. иә, и мама айтады, мен отпускқа шықтым, осылай, и мен мамаға жазамын, енді Алматыға барып келсеші, апайыңа, сестренкаңа барып кел, кішкене демал кел деп жазам. Сол кезде мама айтады ғой, жоқ, қайдағы, мен бір таныс апайканың рестораны бар, сонда барып столовыйға цаяқ жуам дейді да, рехабтың ақшасын төлеу керек дейді. Вот сол кезде мен кәдімгідей дух полный убирать етеді, мен бір бүйтіп шығам, андай класс 20 шақты адам отырады, бәрі жігіттер ғой, отырамын да жылаймын ғой тоқтамай 1 сағат. Анау менің дном сол болды ғой. То есть мен сотталған дно болған жоқ, мен там адам алдағаным, там үйленбегенім, вообще овощ болып кеткенім бәрі дно болған жоқ ма. Осы бір маманың сөзі, что ол кісінің 2 высшее образование бар, всегда жақсы должностьтарда болған, и мен үшін барып, короче. Сол кезде сондай түсінік келді, мен уже жасым 30-ға келді. Мен рехабтамын, менің қолымнан ештеңе келмейді қазір, мен үшін тағы да анам қиналып жатыр деп. Сол ғой. То есть қандай разница, что мен там ойнадым, түрмеде болдым, или қазір осындамын, разница жоқ. Сол үшін бір нәрсе істеу керек. В первую очередь ол өз-өзіңе ответственность алдым и бастадым ғой. Кәдімгідей күндіз-түні оқып, консультанттар мазасын алып, өз-өзімді ақтарып, дополнительный задание алып. Короче, базовый журнал бар, сол журнал тапсырып біткеннен кейін шығасын, курс бітеді. Ол курста 17 задание бар. Мен қосымша задание алып, общий 42 задание жаздым. Өйткені мен шаршадым, өз-өзім танысып ақтарғым келді. И сол кезде мен уже ой болды, бұйырса шықсам, мен көмектесемін адамдарға. Өйткені мен 10 жыл ой білген жоқпын ондай нәрсе бар екен, шығуға болады екен, ондай жол бар екен. И мен қазір мақсатым көбірек адам білсе, жақсы ғой. Білмегеніңнің сонда себебі неде болды? Во-первых, өзімді іздеген жоқпын. По идее интернет бар ғой қазір, бұрынғы заман емес. Интернетке кіріп жазсаң, болады табуға, көруге. Өзімді іздеген жоқпын, ізденген де жоқпын. По идее сол ғой. Ұлдамания болып жүрген кезде, ең соңына түбіне жеттім деген сол жаңағы анаңмен болған ситуация, сол болды. Өзіңнен жиркенген кезде қашан болды ол? Сол кезде болды ма или одан да бөлек сезіндің ба? Алдын сезіндің ба? Былай мынандай моменттер болғанда бар ғой, өзімнен жиркенген кезім әкем қайтыс болған кезде. Әкем қайтыс болып мен өскеменге бара алмай қойдым. Өйткені либо мен соттаушы еді, либо, короче. Ал қай жыл еді? 2020. 2020 карантиннің. Иә. 2021 даже. 2021. Иә. И сол, потом марқұм Хатап досым қайтыс болған кезде, мен ол кезде СИЗОда жаттым с последствием. И вот сол кезде мен сезіндім, что мен действительно түрмеде екенмін. Мен шыға алмаймын. Мен досыммен қоштаса алмаймын. Отырамын, терезеге қараймын, жылаймын, короче. Не істерімді білмеймін. И сол кезде кәдімгі мына тырнақпен кәдімгі стендерді бүйтіп тырнадым ғой, такой істейтін, басымнан шашым жұлып. Өйткені өзің білесің ғой, жақын адам болу маған өте жақын адам болу. И сол кезде бір қиналғаным бар. Өз-өзім жек көрдім, прям страшно жек көрдім, по идее. Түрмеде бір-ақ рет болдың ба? Короче, бір рет болдым 4 жыл, сол 2014-тің аяғынан бастап. И 2022-де под следствием болдым ғой СИЗОда. 2-3 ай болдым ғой. Ол жерде де тоже сол ойынның арқасында адамдарды алдап, мошенничество, анау, короче, и үстіме арыз түсіп, сол жаққа бардым ғой. Так, осы уақытқа дейін 13 жылдың ішінде қанша қарызың болды сенде? Қарыз білмеймін, брат.
көп, оны қарызды санай алмаймын, өйткені физически мен даже кей кезде есімде болмайтын ғой, кімнен алып кімге берген білмеймін. Кей кезде адамдар сұрайды, көріп қалам, мен вроде беріп тастағам, қарызды қашан қайтарасың дейді, мен саған қайтарған жоқпын ба деймін. До такой степени уже шатасасың. Во-первых, шатасасың, уже өтірік айтқан өзің білмейсің қай жерде қалай өтірік айтқан, өйткені автоматтың кетеді. Игромандар олар идеальный психолог, артисттар ғой. Керек жерде жылап береді, керек жерде күліп береді, ойнап береді, любой эмоцияны ойнап береді ғой. Айту ақшасын алып кетсе болды. Сондай момент қой. Ал в среднем мен санадым, что күніне там 50 мың қойып жүрдім дегендей. Ол минимально. Максимально миллиондап қойғанда 100 мың деп қойған бар. И осы 13 жылға там бүйтіп шақсам, в среднем 150 миллиондай ақша ұтылдым ғой мен. Енді андай нәрсе ғой. Мен қарапайым отбасыдамын, өзім білесің, әке-шешем бай емес, өзім бір шіріватқан бай бизнесмен емеспін. Қарапайым адам 13 жылда осындай сум ұтылса, ақшасы бар адамдар қандай сум ұтылып жатыр деймін да. И ол өте қиын нәрсе. Қиын. 150 миллиондай егер ұтылсаң, кәдімгідей ол азартың, наоборот, сол ақшаны табу, сақтау және инвестиция жасауға болатын болса, сен баяғыда уже миллионер болып кетшің. Сол ғой, андай ғой, Америкада мына сообщество бар ғой, сообщество бар. Анонимные наркоманы, анонимные игроманы, анонимные алкоголики деген ол там 1053 жылдан ба, көп ол основасы бар. И Америкада, если сен сообществодан екенін білсе, любой жұмыс қалады. Өйткені ішпейді, тартпайды, ответственность, жұмыстан қалмайды, и ойлау қабілеттері чуть басқа ғой. То есть, например, ақша табу үшін разный ходтар ойлап айтып кететін ғой, выходтар тауып, любой решение. И қазір сол ресурсты басқа жерге тратить етемін да. Например, я там бір любой жұмысқа тратить етсең, результат көрсетесің ғой, жақсы результат көрсетесің. Просто соны коррекция жасау керек қой, направление чуть-чуть басқаға қарай жіберсең, кәдімгі нормальный достижениялар жетуге болады, по идее. Қазір не үшін өмір сүріп жүрсің, мысалға? Қалай айтсам болды. Әр адам осы өмірге келген кезде, өзінің бір миссиясы болады ғой. Мен сол нәрсеге сенемін. Қазір мен түсінгенім бойынша, көп адаммен сөйлескенім бойынша, менің қазіргі миссиям осы теманы қозғап, адамдарға көмектесіп сөйлесу. Достучаться дейді ғой, ояту. Менің мақсатым анау емес, букмекерлер жабу керек, аналар бүйту керек, ол білмеймін, маған кажется, ол болмайды, нереальный нәрсе сияқты да ол. Менің мақсатым, что бастамай қойыңдаршы просто лучше. Или бастап атсаңдар, тоқтай салыңдар, осы жерде тоқтай салыңдаршы, болды. Сол жолдағы ойлау қабілетті өзгерту. Басқа жағын көрсету. Сондай ма мақсатың? Егер сіздерде бір игроман таныстарыңыз болса, любой досың болсын, кім байқаңдаршы, чисто ұтылған ғана айтады. Ұтылған никогда айтпайды. Ұтылған айтқанның өзінде андай қылып айтады ғой. Бір гол жетпей қалды. Бір какой-то бір 10 минут болса, миллион ұтушы едім. Мойнамайды никогда ұтылған. Соның өзіне де қанағаттанбайды дейсің ғой сол моменттегі. Никогда игроман бала мойнамайды. Ол тек қана ұтқан ғана айтады. Ona достарының көзінше күшті болғысы келеді. Сонда ғой, ол бала кезден басталады, по идее. Сен рехабта сонда қанша уақыт өткіздің? Мен курсты 6 айда бітірдім негізі. 6 айда бітіріп тастадым, бірақ өзім қалдым сол жақта. Бір апта Ридер қаласында өмір сүрдім, бір апта центрда сменге барып жүрдім. Волонтер болдың ба? Волонтер болдым. Тегін ақша түкті маған төлеген жоқ. Өзім балаларға көмектесіп, өзімде іште разбираться етіп, біраз сол структураның бәрін істегім келді. Өйткені алдыма мақсат қойып алдым ғой. Мен блокнот аштым, мақсат қойдым, что осындай страницалар ашам, бұйырса адамдарға көмектесемін деген сияқты. И мен қазір сумкадағы блокнотты әлі күнге шейін ұстаймын. 2025 ноябрі, 11 ноябрьде андай ночной смен бар. Түнде бір адам ұйықтамайды, отырады. Қарап отырады, біреу қашып кетпесін, анауын деп, үлкен үй ғой. Мен ол кезде стажермын, түнде отырам, и 2026-ға целдер жазамын ғой. Что страница ашам, осынша аудитория жинаймын, и бөлісемін. Бір жылда 4 подкастқа барам деп жазамын. Но бұйырса 3-ші подкаст сұрады, ойлашы, 2026-та. И, во-первых, саған рахмет, что не отказал, өзіңді предлагать етіп инициатива істеген. И сол блокнотқа жазған нәрселердің бәрі орындалып отыр. И мен міне кетем деген кезде, Алла тағала жұмыс істейді.
екі лудаман келеді ғой центрға. Мен түсінемін де, мен кете алмаймын қазір. Бұл балаларға көмектесу керекпін. Өйткені лудамандарда отрицание біраз былай жұмыс істейді да, олар келеді центрға, или әке шешесі әкеледі, или проблеманы шешейін деген кезде андай ғой, ол жан жағына қарайды. Мында наркомандар, мында алкоголиктер, мен ішпеймін ғой, мен наркоман емеспін ғой, егілген жоқпын ғой, мыналар сияқты қуған жоқпын ғой, мен нормально ғой, мен жұмыс істеп жүрмін, мынау сол ғой ең басты отрицание. Өз игромандар высокомерный болды, очень эго деген кәдімгідей бастан асады, и бәрінен бүйтіп жоғарыдан төмен қарайды. Любой игроман активный ойында прям страшный высокомерный адам ғой. И ол адамға қиын жеткізу. И сөйтіп идентификация арқылы жеткіземін, что мен де 13 жыл ойнағам, мен бүйткем, сөйткем, там этаптарды там суицид болған, сотталғам, мынау, уже түсінеді да, сол кезде ашыла бастайды адам. Жаңа лудомания кезінде сен көбінесе кімдерге жаңа тәуелді болдың? Сол ақша беретін адамдарға ма саған? Мысалға сен қарызға алып жүрдің ғой, қарызға сұраған адамдардан тәуелді болдың ба, немесе қоршаған ортадағы адамдардың ойынан тәуелді болдың ба көбінесе? Неге созависимость туралы айтатын болсақ? Созависимость, брат, созависимость менде чисто мамкамен болды. Мама мен прям триггер етеді. Жесткий созависимыйым, короче, қанша жерде. Бір жағынан ол қолдады, никогда. Жалғыз адам қолдады. Иә. Мен саған сенемін, сен бұдан шығамыз. И мен қазір келіп оны түсінемін да, менің балам ондай емес деп. Мамканың бір сөзі болды да, біз бұдан шығамыз. Біз всегда біз деп айтатын да. Өйткені ол жүкті де менімен бірге көтерді ғой. Ол жолды да менімен бірге өтіп шықты. Ол кісі менен 2-3 есе қиналды. Өйткені аналардың ойы андай. Мен дұрыс тәрбие берген жоқпын, мен бала кезде, значит, бір нәрсе алып берген жоқпын, мен көңіл берген жоқпын. Өзің кінәлі. Өз-өздерін жей бастайды, бірақ ол ата-ананың кінәсі емес. В первую очередь ол окружение. Бала 0 жастан 7 жасқа шейін не көреді, сіңіп, соны алады. Ол всегда 0 жастан 7 жасқа шейін қандай установка алады, сол установкамен өмір бойы өмір сүреді. Өмір бойы. Ал мен бала кезде далада дворда өскем, дворда не көрдім, сол көрдім. Мен дворда көрдім, что бізде андай строго болатын, темекі шегуге болмайды, арақ ішуге болмайды. Мен сол установкалар қағидам, мен темекі шекпегем никогда, там алкогольмен особо балыц етпегем, короче, сондайлар ғой, наркотик тем более деген сияқты. И мен де өз-өзім сөйтіп жегізе аламын да, что менде проблема жоқ қой, по идее. Шекпеймін, ішпеймін, анау деген сияқты. И сондай нәрселер ғой, өз-өзін адам миы жестко алдайды ғой өз-өзін, не то что біреуді, өз-өзін жақсы алдаймын ғой мен. Менде нейрофизиологияны зерттегенмін, сол кезде сила воли деген кітапты оқығанмын, сол кезде мидың қалай жұмыс жасайтынын сол кезде түсіндім да. 90% адамдар ойлайды, мен миымды басқарамын деп. Негізі ми бізбен басқарады. Жаңағы көп нәрсені біз неосознанно істейміз, көп нәрсені автопилотта істейміз. Бұл жағынан 100% келісем. Лудоман адамға бірінші не көмектеседі? Сол мен айтқандай мойындау, өз-өзіне мойындау, что проблема бар. И сол кезде барып көмек сұрау керек қой. Опять же айтам, игромандар, лудомандар, там зависимый адамдар высокомерный болады, и олар гордыня через гордыню өте алмайды да, көмек сұрау деген олар үшін ты чё? Адам жалғыз өзін құтқара ала ма? Жоқ, брат. Құтқара алмайды. Құтқара алмайды, өйткені менің миым алдап жүрсе 13 жыл бойы мен қазір мен қоям деп бір кітаптарды ашып, интернетті ашып, бір нәрсе жазып бастасам, мен миым қалай мені алдады, сөйтіп алдай береді ғой. Сол үшін маған адамдар керек, сол үшін маған сообщество керек, орта керек. Орта керек, сол собраниялар керек. Мен сол жерде сөйлеген кезде басқа адамдар мені сырттан көріп маған айтады да, Сұлтан, сен осындай жүрсің ғой, менде де осындай болған, осындай нәтижеге жеткізу мүмкін негативный. Ойлан деген сияқты. Осындай последствия ол мүмкін деген сияқты. Сол жерде ойлана бастайсың. Сондай нәрсе ғой, так что адам жалғыз жоқ. Мен алдында басқа подкастыңды көрдім да, сол жерде сенде мынандай бір моментті көріп қалдым, бір бөлігін. 1.200.000 теңге үшін сен бірінші түрмеге отырдың, сонда. Қазір прикол айтпақшы, лям 200. Лям 200 сол жақты деп сағамыз. Ол получается мен активный ойында болып жүрдім. Мелкий қарыздар көп жиналып қалды. Жиналып отырып, мен өзде рекламный компанияда менеджер болып істеймін де, басыма моменте бір ой келеді ғой.
крупно бірес жұмыстың Иә. ақшасы болды. крупно бірес қоям, анан орнына қоям ақшаны, короче, қарыздарын бәрін жабам, и осымен ойын тоқтатам деймін ғой. Мгм. Болды. Все, ақшаны алам, барам, и Алматыға кетіп қалам Өскеменнен. Осы жерде 2 күн букмекерский конторада жатам, ақшаны ұтылам. Болды. Мысалға Ашқазақтың кезінде сенде сол кезде басталды ма ол проблема? Иә. Сол кезде Сол басталды. кез басталды ол, брат. Ага, бір, короче, моментті білемін да, тоже біз Ашқазақта сенімен бір конфликт болды ма? Сондай бір моментті білемін да. Есіңде ме, есіңде емес па? Камерамен байланысты ғой деймін, вроде ба. Иә, ол андай болды ғой. Ага. Мен өз камерам болды. Ага. Мен оны, короче, ломбардқа салып тастаймын. Ломбардқа салып тастаймын да, короче, и үйдегілерге көрсету керек қой. Иә. Сол кезде студияда камераны алып жүремін. Мгм. Үйдегілер особо разбираться етпейді. Сол үшін и сол студияның камерасында, короче, салып тастаймын ғой. Сол кезде салып тастаймын да, сол кезде Шыңғыс бәрі үй жаққа келіп іздеп, короче. И вот сол кезде мен уже заңмен проблема болған кезде, сол кезде Шыңғыстар айтқан, короче, там, типа, ничего страшного, короче, істеңіздер деп. С пониманием, короче, Иә. түсінікпен қарап, короче, ситуацияны түсініп, сол кезде сөйтіп қалдырған ғой. И, блин, Получается, сол уақытта уже басталды сол сенде Иә. проблема ақырындап, иә? Содан басталып, сосын ушыға бастады. короче, ең мындай страшный моменттер мен первый 2 жылда ғой. Бірінші 2 жылда прям страшно ойнаған кездерім. Разгон. Жесткий, қалтамда 20-30 теңге болса салып тастайтын, өмір бойы жаяу жүрем, короче, проездың ақшасын салып тастаймын. Любой қолда вообще ақша түспейді, қолда телефон түспейді. Не бар, бәрін сала беретін ғой. Андай ситуация болды, брат. Мен оны қай жерде айтпадым, и осы жерде айтып келіп тұрды, короче. Мүмкін недавно есіме түсті да. Осылай Алматыда боламын, бір Доспанкінде жатам. Тоже қарыз, телефон бәрін өшсам, тығылып жүрмін. Қай жыл ол? 2014. Иә, 2014, короче. Сол түрмеге түсердің алдында. И, короче, көшеге шығамын да, брат, 100 теңге бар ма, 200 теңге бар ма деп ақша сұраймын. Жолға керек деп. 1000-2000 теңге жинаймын, букмекерский контораға қоямын ғой. Ойлашы, до такой степени. 2000 теңге жинап алдың сол кезде? Иә, 2000 теңге, күнде 3-4 күн шығып жүремін, 1000 теңге, 2000 теңге жинап аламын. Ол ситуация, осы Алматыға келем, келесің таңертең шығам, құлағыма наушник тағам да, мотозалка, студия жаққа барам, спорт туризм жаққа барам. Андай бұрынғы бір теплый воспоминаниялар ғой. Үйде кейін ол андада да, программада да бар да сондай нәрселер. Сол өзіме жылы нәрселер, барам сол жерге, барам, айтам, бүйтем. И ана сол районнан өтіп бара жатырмын да, есіме түседі ғой. Естеліктер. Иә. И андай ғой, жиіркеніш қой кәдімгі. Үсті басым андай кір лас болып кетті ғой, в моменте бар ғой. Сол уақытта ма? Иә, ана есіме ситуация түскен кезде ойлаймын ғой, не деген ол? Барып, ана таңертең тұрып алып, 50 теңгелеп, там алкогольдер жүрді ғой, ақша сұрап. Сонымен бірдей ғой, по идее. Разница қандай? Жоқ разница. Братан, там бәрі үстіме қарайды, нормальнен киінген, я действительно, может, кошелегін жоғалтып алған деп береді 100-200 теңге. Вроде еш шықпайды дейсің ғой, иә? Мен соны барғанда алқаш емес. Букмекерге алып жүрдім ғой. И мен сол ситуациямен ушыл біраз ұтылдың. Конечно, ұтыласың, брат. Вообще, ойын, осы уақытқа дейін ойындарыңның 90 қанша пайызын, 99%-ын Конечно, брат, иә. И сол 1%-қа цепляться ете берем ғой, ұтқан. 1%-ке. Какой-то бір моменттер ұтады, миллион бір нәрсе ұтам, 300-400 мыңда ұтам, ол ақшаны бәрін жан-жаққа жаратам, достарыма таратам, киім кешек алам. Андай ғой, достарыма не үшін таратам? Олар мен ойнап жүрген біледі, проблема бар екен біледі, и мен ақша шыққан кезде там, 150 мың кредитін жап, там саған брендовый киім алып берем, чтобы олар ойлайтынды, мынау базар жоқ, нормально жүр, деген сияқты. Өз-өзіңді ақтап алу ғой. Сол үшін істелінеді ғой бәрі. Олар сол кезде сол уақытта көмектесіп жүрді, по-своему, иә? Ұзаққа созылмады ғой бірақ? Жоқ, ұзаққа созылмады. Олар өздері ойнайды ма? Мен, короче, қасымда ойнап жүрген бір-ақ бала болды. Қалған балаларда ойынмен вообще ешкімде проблема болған жоқ қой. Өз окружениемнан. Просто жанашыр ретінде саған көмектесіп жүрді арасында, иә? Олар да кейбіреулер білді ойнайтынды, ақша беретін. Андай ситуация болатын, бір дос бала бар, атын айтпай қояйын, короче. Ол ипотекасы бар. И маған звондайды, мә, братан, зарплата түспей жатыр, бір 30-40 мың теңге ақша бар, 130 мың көтеріп берші деп. Жібереді, мен ойнаймын, көтеремін, беремін, сөйтіп
көмектесіп жүрмін ғой, былай қарасаң Иә. көмектесіп жүрмін, молодец, и сөйтіп өз өзіңді алдайсың ғой. Сөйтіп алдайсың Иә. деші. Қазіргі халің қандай, күйің, состояниең? Мұрат, Аллаға шүкір, күшті. Мен таңертең оянам, таңертең ерте тұрамын. Дисциплина мощный, там обливаниям бар, зарядка порядка бар, вообще пропускать етпеймін. Спорт. Жалығу деген жоқ қой. Спорт дегенде прям қатты активно спорт қуып жүрген жоқпын, көріп тұрған шығар. Иә. Андай ғой, чисто для себя тонус поддерживать етіп дегенде, иә. И андай ғой, маған бәрі айтатын. Сен адалынан істесең, сен алдында көп жол есіктер ашылады деп. Мен бастадым, мне 3 ай болды. Қаншама есік ашылды, брат, алдымнан. Астанаға бардым, саған келіп отырмын, алдында мен Алматының бір жақсы жігіттермен таныстым, Астанада өте көп адамдармен таныстым. Көп есік ашылып жатыр, көп предложениялар түсіп жатыр. Бұрын мен таныған адамдар, мен ойынға дейін таныған адамдар мен қандай адам екенін біледі. И олар қазір мен ойын қойғанымды біліп, қайтадан хабарласып, всякий проекттерге шақырып сөйтіп жатыр да. Өйткені біледі қандай ресурс бар, қандай ой қабілеті бар екен, бәрін біледі да. И бәрін айтатын бір нәрсе ғой, брат, өз-өзіңді қолдаста, ойнап кетпе, болды ғой, бәрі болады деген сияқты. Сол ақырын Сол, өйткені менде де андай көп естимін да. Негізі ең басқа тәуелділіктен қарағанда, даже наркоманиядан да ең қиыны лудомания дейді да. Лудомания, по идее, ең ескі зависимость қой. Алкоголь, наркотикқа дейін, өйткені бұрын гладиаторский бойлар ол жүрді ғой. Ол жерде де ставка қойылатын ғой. Вот сол жерде ставка қойылатын ғой. Ол кезде алкоголь деген шықпаған там дейін. То есть азарт адам қанда всегда болған. Соғыс кезден болсын, сонда. И сол ғой, сондай нәрсе ғой. Генда бар нәрсе, қанмен беріледі, қиын нәрсе. Таза өмір скучный емес па? Жалықпайсың ба қазір? бір жарым жыл болды ғой. Ол өзім таңдауым ғой, брат. То есть мен түсте оянсам болады. Түсте оянып, тамағымды ішіп, барып тағы ұйықтап, телевизор көріп жатып, тиктокта бүйтіп жатып, сағаттап жата берсем болады, по идее. Ол мен өз таңдауым. Мен бүгін оянам, бүгінгі өмірді, бүгінгі күнді мен өзім таңдаймын ғой. Таңертең 6-та тұрып оянып, бүгін там положняк 10 000 шагым жасайын ба, дисциплина бойынша там контентімді салып, күніне менде там положняк бар, бір жоқ дегенде бір адаммен сөйлесіп, бір көмектесу деген сияқты. Соның бәрін істесем, бүгінгі күнім қызық мен. Бүгінгі күнім қызық, кешке анализ жасаймын, чувство значимость проживать етем, мен молодец, бүгін осылай істеппін ғой деп. Болды, өмір. Іштей қанағаттанасың. Қазір таза өмірде жүрсің ғой енді. Қазір жалғыз қалған кезде не сезінесің? Андай ғой, брат, мен қазір жалғыздық вообще сезінбеймін. В том плане, что мен андай ғой, центрда бір задание бар. И сол жерде программада вообще высшая сила деген сөз бар. Оны көп жерде қолдана бермейді. То есть, мен Алла тағалаға сенем. Кейбіреу ручкаға сенеді, столға сенеді, там микрофонға сенеді. Адам өз таңдау, тасқа, күнге, өз кім неме нәрсеге сенседі, соған сенеді. Мен Алла тағалаға сенем. И бір задание бар да. Мен сол жерге жазам ғой. Бір өмірімде бір на грани отырған ситуацияларды. Когда там мен дверной ручкаға асыл қап, ұйықтап кетем, сөйтсе ручка сынғалған, там бәленбай дәрі ішіп, вообще маған түкте болған жоқ, короче. Сондай нәрселер, там мен үстіме бәленбай арыз түсіп, бірақ мен почувствую шығып кетем. Сондай нәрселер ғой, бәрі істеліп жатса. Сол кезде түсінемін де, Алла тағала всегда қасымда болған ғой мен. Всегда былай кішкентай бала сияқты прикрывать етіп деген сияқты. И менде қазір концепцияны кішкене өзгертіп, и мен жалғыз емеспін. Алла тағала постоянно қасымда ғой. Алла тағала всегда рахметімді айта аламын, Алла тағала мен ойымды жеткізе аламын, сөйлесе аламын деген сияқты. Мешітке барып, там вообще разница жоқ. И қазір мен жалғыздық сезбеймін, брат. Өйткені мен үшін жалғыздық ол өте ауыр нәрсе. Прям страшно. И физически, и морально ғой, короче. Жаңа суицидальный ойлар туралы сол моментте қандай халде болдың, соны бөлісіп жүрсең, мысалы, өте қызық та маған. Шаршап кеттім, андай ғой, мен не істеп жүрмін, короче, үйдегілерге напряжение создавать етіп жүрмін, бауырым вообще, короче, внимание жоқ, өйткені бәрі маған кетіп жатыр, ақша жақта, энергия жақта маған кетіп жатыр, бала жайдан жай өсіп жатыр, мен не істеп жүрмін, короче, түк пайдам жоқ деймін да. Все, барамын да аптечканы ашып, бәленбай дәрі ішемін, короче. Білмеймін қалай екенін, оны сөзбен түсіндіре алмаймын. Көбісі комментарий жазып жатыр,
кондиционердің картинкасын жіберіп воздухан аскорбин ішкен шығарсың анау мынау деп бар ғой. Бірақ ол жерде қандай дәрі болды аптечкада, мен соның бәрін бір уыс дәрі ішіп, су ішіп жатам. Мен даже құспаймын, басым ауырмайды, мен білмеймін қалай болған, брат. То есть мен басыма жазбағанда ол уақытта кету. Соны барамда, ол бәрі бір күнде болған ситуация. Барамда есіктің ручкасына асылып қалам. И ұйықтап кеттім уже. И бір уақытта есіңнен танып қаласың. И уже естимін ғой, дуң сөйтсе, марқұм Хаттап терезені тоқылдап тұрады ғой. Терезеден көреді мен жатқанымды, кіреді, короче, көмектеседі. И сол кезде мен андай ғой, шаршап кеттім ғой. Сол кезде маған айтады, қуасың ба не? Мен айттым, брат, мен шаршап кеттім, болды, короче, өмір сүргім келмейді деген нәрселер ғой. Өкінішке орай, игромандарда активный ойында екі-ақ выход бар. Суицид, түрме, болды. Басқа выход жоқ. Ойнау жүрген адамда екі-ақ выход бар. Ол 100%. Ол қанша жерде жаман, қатал, там солай естілсе, страшно естілсе, ол факт, брат. Пока адам өзінде проблема бар екен мойындамағанша, адам өзінде проблема бар екен мойындаған кезде, ол кезде үшінші выход ашылады. Үшінші выход ашылады. А так екі-ақ решение адамның басында. Барып асылып қалу, суицид, либо, короче, түрмеге түседі, болды. К сожалению, ол факт, брат. Әлем бойынша факт қой. Хаттаппен жандос болдыңдар. Жандос болды, өте қатты. Өте талантты жігіт, иманы жолдас болсын. Бұрында тректерін сүйсініп тыңдайтын өзім. Өте жақсы лирик қой. Қар түскенде, тағы да басқа да Семен несі бар, совмескісі. Ботақанын жылатпа. Ботақанын жылатпа. Қырауасқа терезелер көрсетпейді ауа райын. Кешегі түн суық болды, бүгінгі күнде солай. Үй жылы болса да жаныма жылу жетпейді мені. Қыс мезгілі сезімдерге себепші болды өйткені. Алғаш білсе де бейнеңді білмейді ол сені. Ішкі дүниең сенің мүлдем бөлек әлем. Жаңа сөйлем басталу керек, еркелікпен көрмейді мүлдем сөйлейтініңді көзбен. Хаттап марқұм қалай қайтып кетті вообще? Жүректен кетті ғой. Жүректен кетті. Оянбай қалды, бұл білмейміз, түсінбейміз. Может, бір нәрсе тоже мазалады. Ешкім білмейді оны, брат. И андай нәрсе ғой, тиктокқа прямойға кірсем, видеолар көрсем, көп комментарий оқимын да. Хаттап неден кетті, и андай ашулана бастаймын мен. Кеткен адамда нелерің бар деп прямойда айтамын да. Мен саған қазір неден кеткенін айтсам, өміріңде не өзгереді. И сондай жақсы установкада бар да. Мынандай ғой бізде адамдар біреудің проблемасында өмір сүрген жақсы көреді да. Сөйтіп өз-өзін алдайды ғой, өз проблемаларына назар аудармай, біреудің проблемасын жақсы көреді ғой. Ақтарып, артынан іздеп, ау деп соны обсуждать етіп, и зато өз проблемасына назар аудармайды да. Сөйтіп өз-өздерін. Менде сол комментарияларды көп көрем да. Менде көп көрем, и тоже қайтып кеткен кезде в шоке болып қалдым. Жақсы адам еді ғой деп. Жақсы, тағы да новый тректерін күткем негізі, тағы да бір апгрейд жасай ма деп. Сол кезде қайтып кеткен кезде тоже өзіме бір шок болып қалды. Сосын жаңағы тоже маған да түсініксіз да андай, қалай қайтқанын. Содан кейін сұрағаным ғой, иманы жолдас болсын, бала шағасы бар ғой? Үлкен ұлы бар, кішкентай қызы бар, өсіп келе жатқан. Екеуі де ақылды, екеуі де творческий, короче. Дочасы вообще кішкентай болса да бәрі жерде уже өлең айтып, гимнастикадан там биге қатысып, там орындарын, медальдарын алып, сонда ғой. О, творчество жағынан енді прям қанмен передаваться еткен ғой оларға. Хаттаптың тағы да жазылмаған демкалары қалыпты деп жаңа айтып жатты. Соларды жинап бір релиз сияқты бір нәрсе шығарайын деп жатсыңдар ма? Аям бар, Спанч, Ернур бар, Ерич, Мирас бар, бұрын Эльсит болған. Аям мен Ернур әлі жазып жүр ғой, өзіміз деп шығарып жүр. Өзіміз деп шығарып жүр, короче, и сондай бір идеялар келді ғой, общий. Негізі Аям мен совмескалар болу керек болған, демкалар. И сол кезде жазылған, сол кезде қалқалған ғой, короче. И прям мықты демкалар ғой. И сол демкалар қалған, соларды қолданып, официальный платформаларға шығарып, сол бүкіл тапқан қаражаттың бәрі сол бала шағасына кетіп отыратындай болса, сондай бір мақсат бар да алда. Оң болсын, қайырлы болсын бастамаларың. Жақсы. Бір хапта трансформация болды. Сол трансформация болып жатқан кезде, таза өмірге өткен кезде ең қиын нәрсе не болды? Жаңа привычкалардан. Жаңа привычкалардан? Может,
жаңа привычка емес, вообще не қиын болды жарайды привычкаға. Білмеймін брат, андай ғой, көмек сұрау ғой. Ең қиыны ма? Ең қиыны маған көмек сұрау болды. Өйткені мен өмір бойы типа бәрін өзім жетіп жүрдім, өзім достигать етіп жүрдім деген сияқты болды ғой. Типа әр нәрсені, әр проблеманы өзім шешіп жүрдім, сондай там наоборот адамдарға көмектесіп жүрдім деген сияқты болды постоянно. И қазір типа блин, ауыл жерде көмек сұра, андай көмек сұрап үйрен дейді. И маған андай қиын болды да, көмек сұрау деген қалай ол. Қазір практикамен ғой бәрі. Уже істеген қазір уже оңай. Мен даже там бір компульсивный бір покупка жасағым келіп кетсе, мен доверенный там адамдарым бар, жазамын, маған что-то там бір кроссовка көрдім, соны алғым келіп тұр деп. Ең бірінші көмек сұраған кезің есіңде ма, соны айтшы? Сол уақытты, сол сәтті, сол сезімді. Кіммен болды ол? Андай ғой, мен волонтерство ашқам, уже қаладан бірінші рет, короче, ол кезде мен центрға дейін бір отношенияда болам, и мен сол отношенияммен өмір сүремін ғой, шығам, сол отношение жалғастырамын деп ойлаймын ғой, короче. Шығам, адам уже бәрі өзгеріп кеткен. Уже ол отношение жоқ, бірақ менің ойым басымда ғана қалған ол, факт ол уже отношение жоқ, бәрі біткен. И мен сол үйде комнатада жалғыз жатам, түнгі 3-те, и мен андай ғой, қош, мен кеттім Өскеменге қайтам деген. Уже сен ешкім қадағаламайды, квартирада жатырмын, спокойно таксиім шақырамын да кете беремін, телефоным бәрі бар. И сол кезде Ринат деген доверенныйым бар, соған звондаймын түнгі 3-те. И сол плюс қой, доверенныйлардың любой доверенный маған түнгі 1-2-де звондаса, мен түсінемін ол жайдан жай звондап тұрған жоқ. И мен всегда телефонды аламын. Доверенный дегенді түсіндіріп өтсең. Менің, короче, түсінетін адамдар ғой. Мен түсінетін адамдар, олар да бұрын зависимый болған, қазір тазалықта жүрген сообществодағы адамдар. Мен оларға ішіндегі бәр нәрсені айта аламын, любой напряжениемді, и олар маған обратный связь бере алады. То есть мен там бір-біріңді разбор жасайсыңдар. Сол разбор жасап, бір-бірімізге көмектесеміз ғой. Сол кезде звондап, маған айтам, мен, короче, үйге қайтқым келіп тұр, осылай, отношения туралы бәрін айтам. И вот сол кезде ол айтады, қазір тоса тұр дейді, түнгі 3-те тұрып, маған келіп, чайымызды қойып, әңгімелесіп, 1-2 сағат, мен сөйтіп успокаивать етіп жатырмын. Жеңілдедің сөзді. Мәмілеге келген кезде жеңілдедің. Диалог болды. Просто сен іштен шығару керек болды. Андай нәрсе ғой, брат, ең ауыр нәрсе сол көмек, іштен шығару, екінші нәрсе. Вообще ер адамдардың ең номер 1 проблемасы деп ойлаймын да, иә. Бәрін іште сақтап жүреді. Өйткені андай ғой, проекция жасаңдаршы қазір, любой адам, иә, бала кезге есіктен түсіндірші, батяларымыз ішкен кезде неге көп сөйлеп кететін. Көп сөйлеп, жылап, жақсы көріп, проблемаларын айтып, елдің проблемасын обсуждать етіп кетеді. Өйткені ол соның бәрін уайымдайды по идее. Бірақ ішінде сақтайды. Сау жүрген кезде соның бәрін уайымдайды, бізді жақсы көреді, проблемаларды қалай не істеймін, бала шағам қалай асыраймын, оқуым бәрін сонымен өмір сүреді по идее. Бірақ оны айта алмайды, шығара алмайды, өйткені бұрыннан келе жатқан установкалар бар да. Ер адам жылауға болмайды, ер адам жалғыз етуге болмайды, слабый болуға болмайды, слабостьін көрсетуге болмайды. Иә, сондай нәрсе болды, ойбай, андай нәрсе, и сол анау болып кеткен ғой, до такой степени қанға сіңіп кеткен установкалар ғой, что даже отбасында да сондай болып қалады дейсің. Отбасы деген енді ең жақын адамдар ғой. Сол ғой, брат. Жанұядағы адамдар, ең жақын адамдар, сондықтан сол жанұядағы адамдармен сен шынайы болуың керексің да. Өйткені отбасынан басталады деген әңгіме ғой. Сол. Мысалға. Өйткені андай ситуациялар болды, мен бұрын қанша еститін, 5 жыл, 10 жыл тұрып жатады да, айырылысып жатады ғой. Развод болған, айырылысып жатқан кезде андай айтады ғой, мен сені білмеймін екен деп, сондай нәрселер айтады ғой адамдар. Өйткені, конечно, білмейсің. Өйткені ішіндегісін айтпайды. Сол нәрсе ғой. Еш бөліспейді, сақтайды. Сол нәрсе, брат. Содан кейін өз-өздеріне жаңағы иллюзия кетеді, идеализировать етіп алады, сол отношенияны бәрін, и сонымен проблема деген бітіп, көбейе береді, соның бір күні ол сондай бір үлкен конфликтке алып барады. Либо отбасы бұзылады, либо ішімдікке салынады, либо, короче, выходтар көп қой. Кете береді. Қазір сен үшін бақыт деген не? Далаға шығып жүремін ғой просто. Сол ғой бақыт. Мен қазір кетіп бара жатамын. Қазір болып жатқан сәтте өмір сүру. То есть таңертең болған сәт емес, там кешке болатын сәт емес. Мен қазір именно в моменте мен көшеде келе жатырмын ба, күн түсіп жатыр, там фонтан біресе, мен тоқтап қаламын, короче, телефонды алып аламын, камераға түсіремін, сөйтіп жүрген кезде
2 күн ішінде бір 4 самокат қағып кете жаздады ғой. Мен кетіп бара жатсам тоқтай саламын ғой, тоқтай саламын да камераны алып шыға саламын. Мына жақта самокаттар фу и сонымен өмір сүремін ғой. Короче, мен бауырым футбол ойнап жүр, қазір жақсы результаттар көрсетіп жүр. Сонымен там матчына барып, көмектесіп, айтып, соның бәрінен кайф түсінемін. Мамамен спокойно сөйлесе аламын. Өтірік айтпаймын, мама, вообще кайф қой. И ол кісі де спокойно ғой, короче. Көп брат нәрселер андай бір конкретно бір нәрседен деп айта алмаймын. Бұрынғы Суля кезінде сен көп адамдармен сенің қарым-қатынасың шынайы болған жоқ, Иә. Өйткені сенде выгода, пайда қор болдың. Любой жерден уже адаммен таныс бастаған өзінде уже баста план болатын, аха, осындай пайда көруге болады деген. И ол қанша жерден қазір ұят болсын, бір нәрсе болсын, ол шындық, ол ақиқат. Любой игроман, ол там любой зависимый, ол наперед ойлап отырады ғой, 2-3 шаг наперед ойлап отырады, басында планы бар, ол жайдан жай бүйтіп пайда болмайды. Ескі Суля кезіңде, жаңағы лудоман болып жүрген кезіңде қанша адаммен ойлайсың қарым-қатынасың құруды деп? Бүкіл, брат, қандай өмірімде қанша адам болды? Қанша адам бар? Бәрімен, брат, абсолютно мектеп кезден оққалы бері бәрі, там 3-4 адам бала болатын, который білет менде проблема бар екен, маған сенеді, брат, сен шығып кетесің, мен сен білемін деген нәрсе. Бірақ олар аз болды, бірақ. Олар поддержка берген өзінде де граница ұстап отыратын ғой. Иә. И это нормально, брат. Ол кезде мен ренжитім, мен ешкім түсінбейді, маған неге көмектеспейді, анау-мынау деген сияқты ғой. Даш-надаш қой, мен сендерге көмектескем, маған неге көмектеспейсің деген сияқты. Міндетсің. Ол қазір түсініп тұрмын ғой, что оны дұрыс деген. Қазір отбасы құруға дайынмын деп ойлайсың ба? Иә. Отбасы құруға дайынмын, ответственность алуға дайынмын, өйткені андай ғой, мен қазір кеше мына жерде ағам бар, 92-ші жылы соң үйіне бардым, осы жолы ұлды болды, барам кішкентай, и рахмет, көрем, көзіме жас толады, бала сүйгім келеді, короче, вообще қыз болса деп армандаймын, короче, мен вообще баланы жақсы көрем, ойнап, айтып, бүйтіп, короче, и сол бала сүйгім келеді, андай кей кезде болады, өкінемін, типа, мен мынанша жыл уақыт кетіріп алдым, бірақ андай нәрсе ғой, осыны айта кетейінші, бізде өкінішке қазақтарда бар ғой, осындай установкалар үйлендіріп жіберу. Үйленсе проблема бәрі шешіледі деп ойлайды. Ол олай болмайды өкінішке орай. И менде сол адамда үйленсе бір апгрейд болатын сияқты деп ойлайды да, негізі ондай емес қой. Болмайды. И менде бір возможность болған үйленуге. Сол кезде мен өзім сұрақ қойдым да, мен не бере аламын қазір? Түк те бере алмаймын. Мен қарыздамын, ойнап жүрмін, қораға кіремін. Менде андай этап болды ғой, брат, мен ойнаймын, тоқтай алмаймын. И мен адамдар бір проектке шақырған кезде мен айтатынмын, брат, мен, короче, қорқам, ақшам бәрін беріп тастауы мүмкін деп. Открыто айтатын. До такой степени, брат, мен осы двоюродный ағам субарендамен бастаған кезде Алматыға тартты. Мен сол кезде айтатын, братан, мен сенімен отношения құрғым келмейді. Мен қолыма ақша түссе білмеймін қазір не істейтінімді деп. Сондай нәрселер ғой. Қазір ғой, Аллаға шүкір, қалтамда ақша жатады, спокойно жүрмін. Бұрын қалтамда ақша жату деген ол нереально болатын ғой. Сол күні жоқ болады деші? Ол бәрі букмекерский конторның шотында жататын ғой. Типа сол менің кошелегім болатын сияқты ғой. Ол ғой, қалтада былай ақша жату деген. Ты че, редкость қой. Балаңа қандай әке болғың келеді? Немесе қызыңа? Баланы жақсы көремін, енді отбасы туралы әңгіме бастаған екенбіз. Брат, Аллах қалауымен, Аллахтың қалауымен. Ұл болса, қыз болса да, разница жоқ. Қандай әке боламын деп елестетесің? Махаббатын бере алатын әке болғым келеді да. Уақыт уделять етіп, андай қылып емес, чересчур бар ғой, еркелетіп, айтқан бәрін беріп, ол потом ертең біраз өскеннен кейін инфантильный. Сондай жоқ, ондай емес. Орын-орынмен тәрбие ғой, уақыт беріп, уақыт бөлу, и мен дос болатындай қой. Мен оған дос болсам, мен оған доверенный болсам, ол ішіндегі сырын маған айтады. Сол кезде мен оған көмектесе аламын. Сол ғой ең басты. Сол кезде проблема болады. Өйткені біз өскен кезде әкеңе барып, осындай бір проблемаңды айтып тұрсаң, кетшей дейді ғой. Сондай нәрселер сияқты ғой. И мындай уже чуть по-другому. Вот сондай моменттер, өйткені өткен өмірлік опытым бар, тәжірибем бар, өзім бала кезімдегі нәрселер разбор жасаған, түсінем, и сондай нәрселер ғой. Өзіңнің әкеңмен қарым-қатынасың қандай болды? Марқұм туған әкеммен вообще
ешқандай қарым қатынас болған жоқ деп болған айтсам жоқ па? дұрыс болған жоқ. Екеуміз де мама үшін жүрдік қой, күліп ойнап, там үйде бір шаңырақ астында чисто мама үшін. Мама жоқ па, біз сөйлеспейтінбіз даже, вообще араласпайтынбыз. Бір үйде жүрсек те сөйлеспейсің, жүре беретінбіз. Бөтен адам сияқты ма? Просто өйткені мен үшін ол 18 жасымда пайда болды, сонда установкалар болды, что сен кімсің, сен менің әкем емессің, тәрбиемде өгей болған әкең жоқсың. Жоқ, туған әкең. И сондай установкалар болды ғой ол кезде. Андай беспонтовый установкалар ғой. Өзінше деген сияқты. 18-20 жастағы бала ол ойлайды, что бүкіл әлем жаулап алады деген сияқты ғой. По идее, ресурс жетеді, энергия көп, өзің есіңе түсір. Өз-өзіне сенімді. Сондай ғой. И сондай моменттер өтіс қалды да. И қазір сол ең бір өкінетін нәрсем, что қазір кешірім сұрай алмаймын, там құшақтап сөйлесе алмаймын деген сияқты. Бір отырып, бір әңгімелесіп жүрдім, отырып, шайымды қойып, әңгімелесіп, сондай нәрселер ғой. Әкең қайтқан кезде, сол кезде сен түрмеде болдың ба? Жоқ, мен Алматыда болдым. Алматыда болдың ба? Қашып жүрдім ғой. Қашып жүрдім. Өскеменде проблемалар болды да, қашып жүрдім. И сол кезде әкем қайтыс болған кезде мамка звондап, осылай әкем қайтыс болды, бірақ Өскеменге келме деді. Вот сол кезде сен жаңа айтып отырсың, біз әкеміз екеуміз бөтен сияқты болдық деп ше, бір-бірімізге қарым-қатынасымыз бөтен сияқты болды деп. Әкең сол кезде қайтайын деп жатқан кезде немесе қайтқан кезде қандай сезім болды сенде? Брат, вообще сезім болған жоқ. Сезім болған жоқ па? Жоқ. Мен ол жаңалықты естідім, бірақ ешқандай сезім болған жоқ, брат. Айттым ғой, болезнь замороженных чувств, брат, сезім деген жоқ вообще. Ешқандай сезім жоқ, брат. Мамам өкіріп жылап жатса да, вообще ешқандай сезім жоқ. Дос балалар үйленіп жатса, біреу там балалы болып жатса, жоқ, қуану да жоқ, түк жоқ, брат, вообще. Бөлісе алмайсың дейсің ғой, қуанышымен де бөлісе алмайсың, қайғымен де бөлісе алмайсың. Мен өз өмірімде сүріп жүрмін, өзім әлемім бар, сол әлемде маған жақсы. Өзім жалғыз жүрем, ашамды қоям, отам, салам, бүйтем. Вот сол менің өмірім, сендер мені түсінбейсіңдер. Сол ғой, болды ғой, брат. И айтып тұрмын ғой, активно ойында жүрген адамға без разницы бала шағасына, әке шешесіне, жұмыс, орта, дос өзіне дейсің ғой. Өйткені адам өз-өзіне керек емес. Өз-өзіне керек емес болса, басқалар вообще керек емес. И ол шындық. Қалай ауыр естілсе де. Сол әкең қайтқан кезде қай жыл еді ол? 21. 21. Қазір неден қорқасың? Білмеймін. Короче, андай нәрседен қорқам. Егер тяга деген болады ғой, құлшыныс. Тяга, то есть употребить. Там наркомандарда, алкоголиктарда, игромандарда бір эйфорические воспоминания болып, сондай түс кетіп, менде Аллаға шүкір пока ондай болған жоқ. Бірақ сондай түс қалған кезде қасымда ешкім жоқ болып қалса, телефоным жоқ болып қалса, и сол ойынның артынан еркетсем, вот содан қорқам. Бірақ Аллаға шүкір, там мен білемін, что ол моментте там доверенный бар. Доверенныйларым бар. Не істерім мен білемін да. Мен ол ситуация болмаса да мен дәлі, бірақ қандай ключтар қолдану екен білемін. Инструменттер қолымда дейсің ғой. Басқа адамдардың опыттарынан үйреніп, олардың срывтарынан или там 10 жыл, 15 жыл трезвый адамдардың опыттарынан үйреніп, ол ключтар менде бар да. Сол моментке қалған кезде соны қолданатын. Так что, может, проблема жоқ, бірақ андай ғой, қорқыныш білмейсің да, қалай болып қалатын. Содан ғана қой. Так, білмеймін, бір физический қорқыныш жоқ, бір өлімнен қорқыныш жоқ, бір нәрседен қорқыныш жоқ, білмеймін, брат. Басқа өзің сияқты лудоманияның этаптарынан өткен адамдарда қанша уақыттан кейін жаңағыдай сырыфтар болған кейстерді білесің ба? Менде де сырыф болды ғой. Болды ма? Өзім сырыф. Мен екінші центр болды ғой. Екінші рехаб. Екінші рехаб. Бірінші рехаб сол болды. Сол рехаб, бірақ қаладағы филиал болатын. Ол жерде қысқа 3 айлық қой. Үй 3 айлық болған кезде мен 3 ай жетпей қалды ма? Менде сол жерде отрицание болды ғой. Что мен сол жаңағы айтып отырмын ғой, өз опытыммен, что мен алкоголик емес, мен наркоман емес, мен өмір темекі шекпегем, арақ ішпегем, анау-мынау, мен сендер түсіндім не істеу керек екен. Программа не екенін ұқтым, сообщество не екенін ұқтым, ол кезде менде доверенный түк жоқ. Сосын өз басым өзім сенемін де шығып кетем, короче, и бір апта деген сырбат етем ғой. Бір апта деген сырбат етем, 3-4 күннен қайтадан рехабқа келем.
и басынан бастаймын. И бірақ уже мына ұзақ рехабқа барам, который в среднем ол по идее 9 ай центрде боласың. Сол центрде 9 ай Ол боласың. в среднем, да? Иә. Мен 1 жылға деп настраиваться етіп келем, айтамын мен 1 жылға келдім деймін, бірақ мен 6 айда бітіремін оның бәрін. Өйткені күн жазам, өзімді разбираться етемін, результаттың бәрі бар. И маған в принципе үймен бірақ айтамын мен 1 жылға деп келдім ғой деймін. Бірақ волонтер болып тағы да сол жарты жылыңды сол 1 жыл болдым. 1 жыл болды, сол кезде. 1 жылға келемін деп айттым, сол 1 жылға қалдым. Хотя маған 6 айдан қайтып кету керек. Сосын вот қара, 6 ай рехабта, 6 ай волонтер болдың, 1 жыл өтті. 1 жылдан кейін не істедің сен? Шықтың? 1 жылдан кейін шықтым, брат, Өскеменге келдім. Соцсетте жүргізіп бастадым. Игромайн, улдамайн туралы айта бастадым, короче. Басында қорқтым, хейт бола ма деп қорқтым, короче. Сондай нәрселер басталды ақырын. И адамдардың реакциясын көрдім де, и ол маған бір топливо болды ғой. Қалай әсер етті? Мысалға, хейт те болған шығар. Хейт болды. Хейтқа внимание көп аударған жоқпын. Өйткені андай нәрсе ғой. Мен қанша балалармен жұмыс істедім өзімде, иә, сол жерде центрда. И білемін да, адам өзі қиналып жүрген кезде ойда, бәрі де сөзде негативный болады ғой. И көп адам андай өздері бытовой анаған шаршап негативте жүрген адамдар, сол олар кіріп, сол прямой эфирлар, тиктоктарға хейт жазып, айтып, андай ғой, өз состоянияларын равнять етеді ғой. Равнять етеді. А если еще олар сол хейт провокациямен поддаваться еткенін көрсе, одан кайфовать етеді. Мен наоборот внимание аудармаймын, и олар өздері кетіп қалады, шаршап кетеді. И ең бірінші маған тиктокта жазған бір бала бар, сол маған кәдімгідей анау берді ғой, что мен дұрыс жолда келе жатырмын. Көмек сұрады. Ең бірінші бала, бір Алматының баласы көмек сұрады. Сол кезде мен түсіндім, все, мен значит дұрыс жолдамын. Ол да лудаман ба? Иә, ол да игроман. В основном игроман балалар звондайды. Бірақ 3-4 рет балалар хабарласты, бизнесмен балалар, который ойнамайды, темекі шекпейді, анау просто я устал быть сильным деп звондайды ғой, короче. Шаршап кеттім, андай образда жүргенге шаршап кеттім, анау. Сол анау ғой, что іштегісін шығара алмайды. Все, сөйлесіп, андай-мындай ключтар сұрап деген сияқты мен направление беріп сөйтемін. Сон 1-2 аптайын тағы хабарласып біліп, что нәтижелер бәрі жақсы деген сияқты ғой. Сонда қазірге сенің мысалға бұл кәсібіңе айналып жатыр ма? Соле? Кәсіп деп пока айта алмаймын, өйткені жоспарда бар, бұйырса оқуға түсіп, психологты оқып, как положено диплом алып, психологияны оқып, как положено дипломды алып, и кәсіпке айналдыру деген. Ондай жоспарда бар, бірақ қазірге 1-ші жылдағы идея, мен ол идеядан отказ етпеймін. Мақсатың қандай? Иә, менің мақсатым көбірек адам білсе екен. Болды. Көбірек адам білсе екен, что қоюға болады. Не обязательно барып асылып, не обязательно түрмеге түсіп қоюға болады. Сол менің мақсатым. Прям максимально жан-жақтан сол шықса екен деген мақсатым бар. Өйткені андайдан атталып кетіп отырмын ғой, брат, мен өзім білген жоқпын, естіген жоқпын, и содан атталып, сол опыттан атталып кетіп істеп отырмын ғой бәрін. Адам неге өз-өзін құртады? Өйткені адам өз-өзіне проблема ойлап та болады баста. Болды. Бізге проблеманы ешкім әкелмейді. Ол проблема сырттан пайда болмайды. Біз өз проблеманы өзіміз тауып аламыз ғой. Мнительность деген бар ғой. Біреудің миына кіреміз де, ол мен туралы сөйтіп ойлап жүр деп, сол өз-өзіңе сендіріп тастайсың. Сендіріп тастаймын, сол напряжениемен өмір сүріп, сосын өзім сол жоқ проблемалар тауып аламын да, соны шешіп жүре беремін ғой. По идее. Пойдем нәрсем бәрі жоқ қой. Әркім өз проблемасымен занят, әркім өз шаруасы бар, кредиттар, ипотекасы, бала шағасы, жұмысы, о кім менің өмірімде кім несі бар, по идее. Сондай нәрсе, бірақ мен сөйтіп ойлаймын. Сондай кезде өз-өзің айту керек қой, я не пуп земли. То есть бүкіл әлем маған қарап қалған жоқ, кішкене жерге түс деген нәрселер ғой. Сол жақсы көмектеседі, по идее. Ішкі бостық деген не? Сен бұны жақсы білесің, сипаттап берсең. Ішкі бостық сен үшін. Мен осы жол байқа қалдым, өзім ұқпай қалдым. Короче, наушникпен келе жатырмын. И қалтамда телефон, автобусда келе жатырмын да. И маған звондайды да. И мен наушникті басып ала саламын ғой телефонды. Қарамаймын кім звондап жатқан. Понимаешь? Өмірімде бірінші рет. Мен уже істеп жүрмін. Бірақ байқа қалдым да сол моментте. Оң алдында мен қарайсың. Кім, неме, сол ғой. Иә, даже простой уақыт кезде уайым дейсің ғой. Уайыммен алатынсың кім звондап жатқан. Понимаешь? А тут просто даже қазір адамдар, проблема жоқ адамдар да,
как им кажется, простой өмір сүріп жүрген, оларды қарай ғой кім звондап жатыр деп. Мгм. По-любому қарайды. Кредит бар, анау бар, Иә. мынау бар, жұмыс бар, анау бар. А мен просто ала саламын да сөйлей беремін. Мгм. И потом ойлаймын ғой, маған страх жоқ, напряжение жоқ, кім звондады. Звондады, ала салдым, болды. Соның өзі бір какой-то бір Содан жеңіс қой. ләззаттандым деші, Иә. сол шынайылықтан. Ол да бір жеңіс қой, сол, брат, аха, маған. жеңіс, аха. Ол да бір жеңіс, өйткені бұрын біреу звондап қалса, неизвестный номер, оны get контактқа салып, қарап, кім екен, сондай өзім қайтан звондап, солай болдым ғой. Қазір спокойно. Вот сол да бір кайф, брат. Адам түбіне жетпей өзгере ала ма? Міндетті түрде өзін дносына Иә. кіріп шығу керек па? Дноға барып шығу керек, өйткені брат, андай нәрсе бар ғой, әркімнің дносы әртүрлі ғой. Әртүрлі. Біреу машина, үйлерін ұтылып, әке-шешесінен ұтылып, сол дно болуы мүмкін. Біреу 5 мың теңге ұтылып қалып, өзгеруі мүмкін. Сол сияқты. И әркімнің өз дносы бар. Бірақ ол дно қалай сезіледі, когда андай ғой іштей, маған бір нәрсе істеу керек. Вот сол өз-өзіне сондай бір сұрақ қойған кезде, вот сол кезде адам өзгере бастайды. Мгм. Сол ғой. Мен дном сол болды. Лудаманның психологиясы қандай сонда? Брат, лудаман психологиясы өте қиын ғой. Ол айтып тұрмын ғой, лудаман андай ғой, мен өзімді неше рет былай психологтарға апарды. Андай независимый психологтар. Мен кірем, оларға бүйтіп красиво сөйлесем, олар шығады, мамаға айтады, мына балада бәрі нормально дейді. Понимаешь? Ал андай бар, зависимый адамды зависимый адам ғана түсінеді деген сөз бар. Өйткені мен оның орнында болған, ол менің орнында болған деген сияқты нәрсе ғой. И зависимый адамдарға, в основном зависимый адам болған психологтар болсын, солар көмектесе алады, действительно. Андай обычный психолог ол сені түсінбеуі де мүмкін, түсінбеуі мүмкін, брат, өйткені мен жолымды өтпеген ғой. Сол сияқты ғой, ол қазір ол оқып алған жаңағы несіне сүйенеді да, просто бірақ өзінің тәжірибесінде болмағаннан кейін ол ракурсты көрмеуі мүмкін. Зависимый адаммен жұмыс істейтін адамдарға ең керегі ол сол опыт қой. Өткен опыт, өткен шақ, өзінің тәжірибесі керек. Вот сол ең басты сол керек. Ал қалған уже там сол кітаптан алған информация, заданиялар, соның бәрі. Ең бастысы идентификация өту керек қой. Пока зависимый адам сөйлесіп отырған адаммен идентификация өтпегенше, ол никогда ашылмайды. Вообще ашылмайды. Идентификация қалай жүреді? Менде қалай жүреді? Мен телефон балалармен хабарласып бастаймын. Менде қазір проще, өйткені неге олар подкасттарды көреді, тиктогымды көреді, оларда уже идентификация. Что оларда ондай ситуация болып жатыр қазір өмірінде. И олар типа, мә братан, менде де осындай ситуация болып жатыр, сенде болған сияқылды дейді. Ода уже маған ашылып доверие бар. И мен сол кезде сөйлесе бастаймын. Ал былай танымайтын адам болсам, бір-екі рет болды ондай моменттер, там ата-аналар звондайды, сөйлесіп бере аласың ба деп. Айтамын, әкең сөйлесіп көремін деп. Звондаймын, сөйлесем, и мен өзім туралы біраз айта кетемін. Осынша жыл ойнағам, осындай последствиялар болған менде деп тік өзім туралы айтамын. И сол кезде адам уже ашыла бастайды. Сонда өйткені ол біз андай ғой, сразу осуждение күтеміз ғой. Түсінбей қалады, хейт болады деген сияқты нәрсе күтеміз де. А когда мен түсінемін, что ол адамда тоже көрмегенді көрді, значит бұл мен түсінеді. Сондай нәрсе ғой. А қазір былай біреуге барып айтсаң, андай ғой, ойнамай қойсаш болды емес пе? Просто да, ол сол сияқты, ойнамай қойсаш болды емес пе, неме істеп жүрсің дейді. Сондай нәрселер ғой. Сөйле, қазір мен саған бір идея келіп отыр да, осы подкасттың төрінде осы жерде айтып тастайын. Менде бір идея келе ме, сразу жазып қоямын, немесе сол адамға айтып тастаймын да. Потому что білесің ғой, андай идея, инсайт, шабыт келген кезде сен жазбасаң ол деген ертең деген қалып қалады. Подкасттарының ең алғашқы эпизодына түскен парапсихолог, теолог Бекжан деген ұстаз бар. Сол кісі тоже менің кейбір проблемаларыммен сол кісімен сөйлесе отырып шештім да. Сол алдыңғы подкастта негізі біз жаңа рухани апгрейд туралы сондай тақырыптар қозғаған болатынбыз. Содан кейін ол кісі, біз ештеңе жоспарлаған жоқ, біз негізі өзі жаңағындай сен айтпақшы бүйтіп бәрі бүйтіп пазл сияқты жиналып болып жатыр да, Алланың қалауымен. И сол кісімен сол подкасттан кейін тағы да бір рилс түсірдік, студияға 2-ақ рет келді. Содан кейін ол кісі айтты, мен бір семинар өткізіп көргім келіп еді деп.
сосын жарайды ұйымдастырайық деп мен ол кісінің 100 адамдық семинарын ешқандай шығынсыз өткізіп бердім, жаңағы ұйымдастырып бердім. Сөйтіп енді ол кезде 3-4 тақырып қозғалды да, сонымен деген жаңағы семинар 4 сағатқа созылды, шыны керек. Жаңағы сұрақ жауабы бар, офлайн бір 37 адам қатысты, онлайн 100 адам болды вообще. Онлайн, офлайн 100 адам болды. Енді қазір келесі семинарды өткізбекшіміз да біз, тәуелділік жайлы. Сол семинарға сен бір кейс ретінде келіп қатыса аласың ба? Без проблем, брат. Жаңағыдай жақсы коллаб болатын сияқты. Қазір сенің жаңағы осы Лудаманның өмірінен өткен жаңағы этаптарыңды сенмен сөйлесіп отырып, өте жаңағы бір не болатын сияқты. Келіп өзіңнің оқиғаңмен бір бөлісіп кетсең, сұрақтар. Ол жерде де мысалға неше түрлі тәуелділікпен күресіп жүрген адамдар келеді ғой енді бәрібір. Келесі жаңағы сол Бекжан ұстазбен өтетін семинарды біз сөйтіп ұйымдастырдық, бірақ тақырыпта, өйткені деген 3-4 тақырып болатын болса, короче, анау деген тереңдеп, уақыт деген жетпей қалады ғой, шыны керекші. Сонымен біз қазір тәуелділіктен бірақ тақырып, сол тәуелділік деген тақырыпты алып, соны майын ағызып, жаңағы тереңінен түсіндіріп, соны өткізгелі жатырмыз. Негізі мен ойлағам, сен, мен, Бекжан ұстаз үшеуміз отырып подкаст жасаймыз ба деп, бірақ менің ойлап подкасттың бір ерекшелігі менде тет-а-тет болады да, қонақтармен. Содан кейін шыны керек, менің өзімде де жұмыстарым бар, анау бар, мынау бар, сонымен короче бірге подкаст өткізуге мүмкіндік болмай қалды. Өйткені деген енді қазір деген бұрында тоже менде де проблема болған, андай проблема, бәрін идеализировать етем, перфекционизм деген проблема. Сол проблемалардың кесірінен мен шығармашылығым тоқтап қалды, бір жағы орында тұрып қалдым деген сияқты да. Қазір ондай емес, қазір деген каждый мүмкіндікті қалай бар, сонымен ары қарай қолданып ары қарай кете берем да. Бір нәрсе бастасам да бұрынғыда ойбай бәрін идеалы жеткізіп, сосын барып мен дайынмын деп өзімше қуатын. Қазір ондай емес, қазір на тройка болса да бастай берем. Сосын жолда процесс кезінде жаңартып жақсарта береміз. Онда жақсы, келесі сол неде кездесеміз, бұйыртса тағы да уақытын сенмен нетеміз ғой, сөйлесеміз. Подкасттың қорытындысын сен сияқты Лудаманның жолынан өтіп жүрген, сол проблемамен күресіп, ашыламай, сол проблеманы шеше алмай жүрген адамдарға бір 3 кеңесіңді айтсаң. Лайфхак ретінде қолданатындай. Қазір көріп жатса, осы Сұлтанның жолынан өздеріңнің бір бөлшектерін көріп жатсаңдар, өздеріңді көріп жатсаңдар, сендерге бұл жаңағы жақсы бір, Сұлтанның өзі жақсы бір кейс сияқты. Сондықтан бір 3 кеңес айтып жіберсең, олар қолданылады. Ең бірінші, ойнап жүрген, қоям деп жүрген, ойнап жүрген адамдарға айтарым. Сен бүгін тек қана ақша ұтылдың, өміріңді ұтылған жоқсың. Қоюға всегда мүмкіндік бар. Бәрін жаңадан бастап, 20 жастасың ба, 30, 40, 50 жастасың ба, ол жерде ограничение жоқ. Өмірді любой уақытта қайтан жаңадан бастап өмір сүруге болады. Мен сөйтіп 33 жасымда өмір сүріп бастадым. Ол ең бірінші момент. Екінші момент, ішіндегі нәрсеңді айт. Ол ең бастысы. Бөліс, айт, ұялма. Ең бастысы шығарып тастау болды. Адам саған бір обратный связь бере ма, ести ма, сені естімей ма, ол уже екінші этап. Ең бастысы шығарып тастау. Пока мен оны шығармаймын, мен сол проблемада өмір сүрем. Ауыр жүк қылып, өзіңмен бірге жаңағы сүйреп жүрме дейсің ғой. Ең бастысы действие. Айтып тастадың, болды. Ары қарай ол уже как пойдет. Өйткені пока айттым ғой, пока ол іште қала береді. Жей береді. И үшінші момент, ол дисциплина. Дисциплина, алда қойған мақсаттарыңа күніне 5 мақсат, басында 3 мақсат цель қойып отырыңдар. Сол цельдерді күні өткенше істеп үйреніңдер. Күнгі цельдер, бір күндік цельдер. То есть менде қазір 5 цель қойып жүрмін. Басында 3 қойып жүрмін, қазір 5, алға ақырын 7, сөйтіп 8, 10-ға жеткіземін. И сонда күнде кешке қарайсыңдар,
қай целдің бәрін орындаған, и сол кезде түсінесіңдер, что бұл өмірде босқа өмір сүріп жатқан жоқпыз. То есть құрдан құр кетіп жатқан жоқ. Мен бір пайдам тиіп жатыр өзіме де, жақындарыма да, бұл әлемге де. И сол кезде мен чувство значимости проживать етемін, что мен там керексіз адам емеспін. Яғни ер адамда егер даже бір күндік өмірінде егер мақсат болмаса, болды, ол уже жаман ойлар мазалайды мені деген әңгіме кетеді ғой, иә. И андай нәрсе ғой, еще брат, айта кететін, мен игромандар деп айтып отырған кезде ол әйел адамда и ер адамда бір ғой. Разница жоқ, потому что әйелдер адамдар вообще жаман ойнайды, страшно ойнайды. Декретте отырғандар вообще ужас. Так что зависимости пол жоқ қой, короче. Әйел еркек деп бөлінбейді, сондай нәрсе. Так что қараңыздар, айтып тұрмын ғой, ол бүгін ұтылған ол ақша ғана, өмір емес. Өмірде ұтылған жоқсың. Иә, и сол үшін шешімдерін табуға болады. Просто бір қадам жасаңдар, көмек сұраңдар, вот сол кезде ары қарай өз кетеді ол. Онда бүгінгі подкастымызды қорытындылайық. Сенің жолыңда жүрген, қиналып жүрген адамдарға Алла жеңілдігін берсін. Саған да сәттілік тілеймін. Мен де бойдақпын әлі. Отбасы құрайық. Арман мақсаттарыңа жете бер. Мен өте қуаныштымын. Сен өзіңе өстіп жаңа трансформациядан сынбай, жаңағы қайтадан өзіңді қайтадан по кусочкам дейді ғой. Жаңа бүйтіп құрап жатқаныңа пазл ұқсатып, сол бүткіл жақсылықтарды тілеймін. Жаңағы бұрынғы өміріңе қайтып оралмаса екен деймін. Сол бүгінгі подкастқа қонақ болып Өскеменнен ат терлетіп келген үшін рахмет, уақыт бөліп. Болашақта жаңа жобаларда кездесе берейік, Соля. Иншалла, брат. Новый трек жазамыз ба? По-любому, брат, Трансформация жайлы. По-любому. Сен жақсы. Саған рахмет, брат.